халықты шақырған уақыт екібастан өздеріңізге белгілі. Өз мәресіне келді, ашылықтың көпшілікке бағынатыны белгілі, келген адам келінді өзіне орнайғып жайғасады. Сондықтан ер адамдар сыртта жүргендер болса шекірек, апалар да өздері жоғарыдан төмен қарай орындарыңызға жайғасып екібастан отыра беріңіздер. Ер адамдар да дәл солай жоғарыдан төмен қарай жайғасып отыра берсек иншалла. Сырттағы жүрген адамдар кірсін іште, апайлар бар, ағалар бар бәрі. Баршамыз осы бата алуға келіп жатырмыз ғой, батасын алып, одан кейін құрамыз бенен садақамызды бастасақ. Ал, бисмилля. Болдырмау бәргеде садақаларымыз қабыл болсын. Талаптарың оң болсын. Алла тағала бастамаларымыз жақсы екен. Осы бастаманы әрдайым қалдырмай өзгертпей жүріңдер. Бәрде Алла тағала қабыл етсін. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'nın sağlığı olsun, muratlarının afı olsun, gençleriniz sağ olsun, ağız böşeklerin bir olsun. Allah Teala sizlerge istemsizlerle kararında oğun olsun bәрінде. Her daimde жақсылық пен аманшылықпен ойнап біліп, өрлеп шүпірлі болып, өгенде көше беріңдер. Талаптарыңыз оң болсын, уайым қайғыларыңыз жоқ болсын. Allah Teala sizlerge осы талапта оң болсын дейді. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Bismillah. Elhamdülillah. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah Muhammed Resulü mümin Müslümanların o şerde ebedi kocayan barşanızın batağınızın basında etkiyin ata-babalarınızın Allah'tan olsun rahmet, Peygamberden olsun şefaat. Rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber. Allah kabul kılsın, әрбір файда іс бісміллә. Бұл өзіңіз бүгінгі ас-садақаның негізгі турасында айтып жүрсеңіз, одан кейін Құдай қаласа бірден қатымды бастап жіберейік деп жатыр. Себебі жолға шығатындар бар екен, баратын жерлер бар, кісілер бар екен, соны бізге ұсыныс қылып жатыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Енді ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірлі ақсақалдар, ақ жаулықты аналар, ауылымыздан түлеп ұшқан барлық жерлестер. Бүгін бәріміздің басымызды қосқан үлкен қасиетті Атаншы ауылымыздың 50 жылдық мерейтойы. Осы мерейтойдың ең алдымен өмірден өткен ата-бабаларымыздың, ауылымыздың іргесін қадаған ардақты азаматтарды осы жерде туып өсіп еңбек етіп, бүгін арамызда жоқ барша ағайынның рухани Құран бағыштауын бастап отырмыз. Бұл қазақтың ежелден келе жатқан тағылымы, өткен ұмытпаған елдің болашағы баянды болады. Бүгінгі ұрпақтың осы жерде бас қосып, мерейтой өткізуі сол кісілердің адал еңбегі, төккен терінің, көрген жемісінің арқасы. Атаншы жай ғана ауыл емес, бұл талай шаңырақтың алтын бесігі, талай азаматтың кіндік қаны тамған қасиетті мекен. Осы жерде ата-аналарымыздың еңбек етті, балаларын өсірді, елдің бірлігі мен берекесін сақтады. Олар бізге туған, жерге деген сүйіспеншіліктің, еңбекқорлықтың, ауыз біржікті аман етіп қалдырды. Мінекей көріп отырған соның арқасы бүгін. Бүгін арамызда сол асық жандарды болмаса да, олардың есімі жүрегімізде, еңбегі ел жадында. Сондықтан бұл жиын тек мереке ғана емес, өткен тағзымға, әруақтарға, құрмет, кейінгі ұрпаққа өнеге.
Алла Тағала бағыштыратын Құранды, дұға тілектерімізді қабыл етіп, барша марқұмдардың жатқан жері жайлы, топырағы торқа қабіріне нұр етсін. Жәннаттың бақтарынан орын нәсіп етіп, артында қалған ұрпағына амандық, ынтымақ, бақ береке берсін. Осы мерейтойды ауылымыздан түлеп ұшқан барлық азаматтың басын қосып, ағайынның арасын жақындатып, бірлігімізді бекемдей түссін. Атанши ауылының жақсы аты, өнегелі тарихы ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берсін. Енді баршамыз ниетіміз бір арнаға тоғысып, өмірден өткен барлық ағайынның рухына бағыштап, оқылатын Құранға құлақ түрейік. Алла қабыл етсін, аумин. Sallallahu aleyhi ve sellem'nin la ilahe illallah Muhammed Resulü mümin Müslümanlarına осы себепкер болуына осы Махамбет баласы Атахан рухына Жылхан бабасы Әділ рухына Нысан қызы Маржан рухына Әділ баласы Жаңабек рухына Мұратбек рухына Дос Қожа қызы Нұрсұлу рухына Қожахмет баласы Болатбек рухына Айбақыт рухына Болатбек баласы Алтынбек рухына Ибраш баласы Зайып рухына Өмірзақ қызы Күлжамиля рухына Смауыл баласы Сәует рухына Асан қызы Мария рухына Сәуел баласы Серет рухына Сәуел қызы Айдаш рухына Сейілхан қызы Гүлжахан рухына, Серет қызы Қымбат рухына, Өмірәлі баласы Пірмағамбет рухына, Алтынбай баласы Бақберген рухына, Серік баласы Ғазид рухына, Жармағамбет баласы Жұбатқан рухына, Қырғызбай қызы Мария рухына, Жармағамбет баласы Жұбатыр рухына, Нұрымбет баласы Жамаш рухына, Көптілеу қызы Жәкен рухына, Жамаш баласы Марат рухына, Досекеш қызы Балқаш рухына, Жұмаш баласы Марат рухына, Мұрат рухына, Жұмаш қызы Дина рухына, Албаш рухына, Марат баласы Талғат рухына, Марат баласы Жанболат рухына, Жеткерген баласы Ағыбай рухына, Құлбобай Жеткерген баласы Жахан рухына, Жақсылық рухына, Жақсылық баласы Амангелді рухына, Жахан Жақсылық баласы Досханан рухына, Жаналы баласы Қолғанат рухына, Бегімбай баласы Ернияз рухына, Ернияз баласы Ерболат рухына, Ернияз баласы Кешеғали рухына, Қаратай баласы Әли рухына, Әли баласы Шантілеу рухына, Әли қызы Алтынгүл рухына, Иса қызы Злихан рухына, Шәмшә қызы Балсы рухына, Қызылбай баласы Амангелді рухына, Амангелді баласы Дәулет рухына, Тұрмағамбет қызы Гүлсім рухына, Дәулет баласы Кеңес рухына, Дәулет қызы Ақсу рухына, Дәулет қызы Айсу рухына, Базарбай баласы Бозғұлан рухына, Демин қызы Жеңсіктің рухына, Бозғұлан баласы Малғаждар рухына, Бозғұлан баласы Әбділдан рухына, Бозғұлан қызы Күлмараш рухына, Базарбай баласы Елемес рухына, Сүйеген қызы Сырған рухына, Елемес баласы Абат рухына, Елемес баласы Әнес рухына, Елемес баласы Беркен рухына, Сағынбай қызы Алмаш рухына, Шәкібай баласы Әділ рухына, Баймырза баласы Әбдіғазы рухына, Әбдіғазы баласы Тоқтағаран рухына, Әбдіғазы баласы Алтынбай рухына, Әбдіғазы баласы Алашбай рухына, Әбдіғазы баласы Аязбай рухына, Әбдіғазы қызы Амангүл рухына, Салмыза қызы Мерует рухына, Базарбай қызы Баянсу рухына, Тоқтағара қызы Алмагүл рухына, Берістен баласы Дос рухына, Дос баласы Рахман берген рухына, Сара қызы Базаргүл рухына, Рахман берген баласы Темірхан рухына, Әділхан баласы Нұрболат рухына, Төлеміс баласы Нұржан рухына, Дос баласы Мелдебек рухына, Мелдебек баласы Серет рухына, Дәребай баласы Жұмақ рухына, Сарабас қызы Күнімай рухына, Жұмақ баласы Әднияз рухына, Қарамаза қызы Дәржан рухына, Жұмақ баласы Бекнияз рухына, Жұмақ баласы Әлімжан рухына, Жұмақ баласы Намазқұл рухына, Жанзақ қызы Самал рухына, Әлнияз баласы Тәуіржан рухына, Бекнияз баласы Бекежан рухына, Бегнияз қызы Ақ үміт рухына, Намазқұл баласы Алданыш рухына, Әлімжан баласы Жолдыбай рухына, Әлімжан баласы Серет рухына, Мырзағазы баласы Нұрсұлу рухына, Тоғысбай баласы Бақыт рухына, Рахман баласы Кәрібек рухына, Рахман баласы Панабекті, Рахман баласы Ағөтен рухына, Рахман баласы Шоқан рухына, Рахман баласы Кенжебай рухына, Рахман баласы Кәрбоз рухына, Шоқан баласы Оразбай рухына, Шоқан қызы Арзиян рухына, Кенжебай баласы Қайрат рухына, Жалпақ ұлы Мардаш рухына, Ерәлі қызы Нәтипан рухына, Ерәлі баласы Ырысбек рухына, Балжан баласы Әби Молдан рухына,
İzbastan kızı Sarıkçı ruhuna Ebi Molda balası Muratbek ruhuna Ebi Molda kızı Bayan ruhuna Ebi Molda kızı Gülsüm ruhuna Ebi Molda kızı Canan ruhuna Yerniyaz balası Zirgay ruhuna Yeralı kızı Kanca ruhuna Yeralı balası Müslüm Han ruhuna Maral kızı Gülnar ruhuna Müslüm Han kızı Hüccet ruhuna Yeralı kızı Marjan Gül ruhuna Yeralı kızı Nagiman ruhuna Kulbarak balası Dastan ruhuna Bigelde balası Xonusbay ruhuna Madiyar kızı Jıgan ruhuna Membetali kızı Gülcan ruhuna Xonusbay balası Yedigel ruhuna Janis balası Aşıkbay ruhuna Utibali kızı Esel ruhuna Erkem kızı Lezzet ruhuna Aşıkbay balası Ahmet ruhuna Musa balası Canabay ruhuna Canabay balası Murat ruhuna Canabay balası Mevlid ruhuna Canabay balası Abzal ruhuna Üzülbay kızı Karaşaş ruhuna Bek Murat kızı Banu ruhuna Stili balası Kurmanay ruhuna Kurmanay balası Sansızbay ruhuna Sansızbay balası Erbil Kasım ruhuna Erli kızı Gülsü ruhuna Ömürali balası Erkim ruhuna Ömürali balası Tokay ruhuna Erkim kızı Lezzet ruhuna Erkim kızı Akıl ruhuna Yernazar balası Serikbay ruhuna Janzak balası Dombay ruhuna Dombay balası Urazal ruhuna Urazalı balası Kölbay ruhuna Urazalı balası Kölbay ruhuna Nurallı kızı Gülen ruhuna Güldi balası Hacobay ruhuna Mübarek kızı Aygül ruhuna Musabek balası Nazarbek ruhuna Nazarbek balası Nurulbek ruhuna Ömürzak balası Arqınbay ruhuna Orazbet kızı Balday ruhuna Arqınbay balası Saylavbay ruhuna Arqınbay kızı Altınay ruhuna Arqınbay balası Жаңаберген ruhuna Жаңаберген balası Nurulbek ruhuna Baycan balası Қалқаман ruhuna Жұмағұл kızı Әмина ruhuna Қалқаман balası Murat ruhuna Майданбай balası Алматы ruhuna Дәрмен balası Оңған ruhuna Елжан kızı Күлмараш ruhuna Өмірзақ kızı Жәмила ruhuna Ақтілеу balası Өмірзақ ruhuna Ізбасқан kızı Жаңылған ruhuna Әлбет balası Ақсылық ruhuna Жүсіп balası Шаймағанбет ruhuna Шаймағанбет balası Әлжан ruhuna Бақай balası Әлнияз ruhuna Көптеу kızı Шолпан ruhuna Әлнияз balası Беймірзан ruhuna Шынтай баласы Баймырза руhuna Үзім kızı Жұмаш ruhuna Бақила kızı Бибажан ruhuna Жақсылық балдары Арман ruhuna Алмаз ruhuna Жақсылық kızları Әлима ruhuna Gülsüm ruhuna Төренияз kızı Олтай ruhuna Әлнияз kızı Бишілуд ruhuna Әлнияз kızı Ақтаған ruhuna Беймірза kızı Күнсәуле ruhuna Беймірза kızı Күнсу ruhuna Беймірза kızı Хансудың күйігі Қуантқан ruhuna Беймірза баласы Оразбек ruhuna Баймырза баласы Серек ruhuna Елеусіз баласы Күнтуар ruhuna Күнтуған баласы Серек ruhuna Күнтуған kızı Бақытгүл ruhuna Елеусіз баласы Шайхислам ruhuna Шайхислам баласы Кеңшілік ruhuna Шайхислам баласы Жайшылық ruhuna Садақ баласы Малкажда ruhuna Садақ баласы Әбді Кемал ruhuna Садақ баласы Әбді Мәлік ruhuna Садақ kızı Бибі Хатчан ruhuna Садақ kızı Бибі Ғайшан ruhuna Садақ kızı Бибі Гүл ruhuna Ыбырай баласы Сағынбай ruhuna Жүргенбай kızı Қуан ruhuna Сағынбай kızı Алмаш ruhuna Сағынбай balası Абидулла ruhuna Асылбек kızı Жаннұр ruhuna Абылай kızı Асылкүл ruhuna Ысқақ kızı Ажар ruhuna Атақан balası Әзілхан ruhuna Махамбет balası Әуесхан ruhuna Өмірзақ kızı Дәметкен ruhuna Мырзамбет balası Әли ruhuna Демеу kızı Сушаш ruhuna Әли balası Аралбай ruhuna Әжімрат kızı Жанар ruhuna Көптілеу balası Жеткеребай ruhuna Қайып kızı Шойған ruhuna Әли kızı Жанымша ruhuna Қазыбек kızı Күлпан ruhuna Нысанбай balası Алматы ruhuna İsa balası Жолдас ruhuna Емберген kızı Өтесұлу ruhuna Мәлімбай balası Өте бала ruhuna Кешкенбай kızı Зияда ruhuna Жолдас balası Исматулла ruhuna Хабидулла balası Мұратбек ruhuna Нұрбек balası Аян ruhuna Малияр balası Ағыбай ruhuna Әртен balası Ізбасар ruhuna Ізбасар balası Ғабет ruhuna Елеусіз kızı Зібайды ruhuna Өтебай kızı Талшын ruhuna Жалғасбай kızı Әлия ruhuna Жалғасбай balası Нұрлан ruhuna Көкен balası Жүндібай ruhuna Жүндібай balası İskender ruhuna Жүндібай balası İdris ruhuna Бақберген kızı Мариян ruhuna Елназар kızı Жүтбеген ruhuna İskender balası Sayfuldin ruhuna Қожа Ахмет balası İsa ruhuna Қожа Ахмет balası Musa ruhuna Қожа Ахмет balası Ақын ruhuna İsa balası Пірлебес ruhuna Өткербай kızı Роза ruhuna Пірлебес balası Базарбай ruhuna Пірлебес kızı Дәуеш ruhuna Пірлебес balası Көшербай ruhuna
Pillipis kızı Lezzet Dokuna, Pillipis balası Tamatar Dokuna, Muhammed Kali kızı Aliye Dokuna, Nahmetullah balası Şıngız Khan Dokuna, Yeskoca kızı Bibayşan Dokuna, İsim balası Köşekbay Dokuna, Abbaz kızı Mayman Dokuna, Alin balası Arğın Dokuna, Alin balası Ablay Dokuna, İmanalı kızı Akbalav Dokuna, Jettisbay kızı Mariyaş Dokuna, Kurmanbay balası Bimagambet Dokuna, Bijan kızı Masat Dokuna, Makbal Dokuna, Bimagambet kızı Kun Cemal Dokuna, Sırgan Dokuna, Bimagambet kızı Aydoğan Dokuna, Ablay kızı Balgince Dokuna, Elli balası Tilek Desti Dokuna, Nurgali kızı Kunziban Dokuna, Yelmagambet balası Kangel Dokuna, Mahamet kızı Balkan Dokuna, Kangelli balası Serik Dokuna, Alma balası Serikbay Dokuna, Joşara balası Aksilak Dokuna, Ali balası Yerbol Dokuna, Yerbol balası Birik Dokuna, Yerbol balası Amanjol Dokuna, Nurman balası Sergaz Dokuna, Nurgazı kızı Arzagül Dokuna, Kalkaman kızı Balziyer Dokuna, Sitkari kızı Talşin Dokuna, Abu Bakır balası Emrehan Dokuna, Vutibay balası Mahamet Dokuna, Eyyeli Ayman Dokuna, Kincibay balası Balganbay Dokuna, Emcemi kızı Kabiran Dokuna, Balganbay kızı Gülcan Dokuna, Sadık balası Jitebay Dokuna, Jitebay balası Aldonga Dokuna. Yakoy balası Erdoğan, Mingvay Hoca, Altın Dokuna. Ya осы аттар аталып жатқан, аттар аталмай қалысқа жатқан, осы жерде отырған баршаңызға оттарыңызды баса дәметіп жатқан барлық ата бабаларыңыз руhuna қалыс Құдай үшін бағыш етеміз. Алла иманып, Алла алдарын жаратқасын, Аллаға. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب الكريم Qasiyeti Qadim sayı Kur'anımızdan boğazat. Evvela ardaqda Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah Muhammed Resulullah mümin Müslüman. O şerde amin deb qo'ygan barchangizning o'tlaringizni basan demetken ata babalarınız oquna. Yaratgan Allah Kur'anımızı savamen barcha marhumlarning qabriga Kur'an iman nurimen nurlanib avur to'pran jeni qabr azabına saqta. Yaratgan Allah bugungi o sadaqamızı atsalsып atқан barchalaringizga otbasangizga Allah amanlık, dinlerinizge sağlık, dertleringizge şifa, yüreklerinize mıқты iman, ömürlerinize Allah uzakta berekeli kılsın. Allah'ına safar süretinlerin safarlarını oң kılıp, yol azabından saqlap, aman izle otbaslarınızga, bala şağalarınıza kavuşudu sizlerge Allah nasip etsin. Allah istep atқан қызмет, кәсіптеріңіз olsa Allah өзі берекетін беріп, баршаңыздың үйлеріңіздің іші толған жан, сыртта толған мал болып, түндеріңіздің тыныш күндеріңіздің берекелі болуын нәсіп ет. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Allah kabul olsun. Barşanızı otbasınız amanlık versin. Al bismillahirrahmanirrahim aldığımızda adalasımızı aldırıyoruz yoksa. Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem amma ba'd. Assalamu aleykum. Selam berdik barşanızga. Yaratgan Allah'dan ümit etip, bala şaqalarınızın ağızdan jarıp, ölgenge hurmet, tiriге mindet деген maqalga suyune отырып, осы mine адам ұрпағымен мың жасайды деп, sadaqaның сауығында бер деп, өздеріңізді mine ақ дастарханның баса жайып, осы кіндік қанымыз тамған атаншеден қаншама адамдар шықты. Бәлкім дүниядан өткендерінің артынан өзімізді бір зәреде болса да қосқан бір өзіндік үлесіміз болсын, тамшымыз болсын, баққан қаққан еңбектерімізді кіптайда болсан бір өзіміздің маңдай теріміз болсын деген ниетпенен Алланың жолына деп беріп атқан біріншіден садақаларыңыз. Жаратқан Алла мына қалғандарыңызға жар болып, беріп атқан садақаларыңызды қабыл, өмірлеріңізді екібастан ұзақта берекелі қылсын деп тілейміз. Енді асып басқаннан, болмаса бір дүниясын шашқаннан бермейді ғой. Бәлкім дүнияда өткен ата-аналарымызға, бауырларымызға бір зәреде болса да септігі тиемедігі үмітпенен әкенің қаны дейміз, ананың сүті дейміз, солардың берген тәрбиесінің, одан кейін оның өзіміздің көргеніміздің, көргенділігіміздің арқасында деп осында беріп атқан садақаларыңыз. Алла осы садақаларыңызды қабыл қылып, өмірлеріңізді Алла ұзақта берекелі қылсын деп тілейміз. Енді өзі шариғат екі нәрсенің түбіне жеткен жоқ дейді адам баласы. Оны шариғат қош көрмейді дейді. Біріншісі арақ, оның түбіне ешкім жеткен жоқ, оны шариғатымыз қош көрмейді. Екіншісі өсек, оның да түбіне ешкім жеткен жоқ, оны да шариғатымыз қош көрмейді дейді. Не сондықтан Құдайға шүкір бәріңіз үйіңізде бұл ақтаған бар ғой. Қазағымыз айтады, 40-ның бірі қыдыр, 1000-ның бірі уәли дейді. Кімнің репесі тілегі қабыл болатын ол бір Құдай біледі. Не сондықтан Ахмет Байтұрсынов бір сөзі бар екен бабамыздың. Ауылыңда қартың болса, жазып қойған қаттеңден дейді. Білгеніңнен не пайда, білгенің көпке айтпаса дейді. Қайрымыңнан не пайда, кісіден қайрымың қайтпаса дейді. Абай атамыз айтады ғой, адамзат сөз сөйле, сенде сөз деп айтты. Не сондықтан сөз тыңдалмаған сөз жетілмейді. Бірінші осы столдың басында жас үлкен әкелеріміз, әке деп, ана деп құрмет қылып төрге шығарып қойғаннан кейін, соған лайықты ол өзіміздің балаларымызға осы ат салысқан. Неде үлкен келсе асқа, жас келсе іске дейді ғой. Осы жастар ұйымдасып сіздерді құрмет қылғаннан кейін өздеріңіздің баталарыңыз дейміз бе, тілектеріңіз дейміз бе, лебіздеріңіз дейміз бе. Сондықтан балдарға бір ауыз алғашқы микрофонның қозған ақсақалдар сіздерге берейік. Осы балдарға бір ауыз өздеріңіздің ниет тілектеріңізді білдіріп отырыңыздар. Ағалар өздеріңіз. Рақыт деп атқан талаптарыңды Алла оң қылсын. Әрдайым да осы талаптан айырылмаңыздар. Бәріңізде бала-шағаларың бар, ата-шешелеріңіз бар, соның басында қалғандар бар.
естеріңде ғой бәріден де. Олақта жаңа туған балдар да бар өскенде отырған. Өскен балдар да бар, сол жерде туып өсіп өнген балдар да. Мынау ортамыздағы осы мынау отқан бота сөгелдеп кейіннен осы атаншығы бар таратты бәрінде. Осы ботадан болды бәленің да. Мектепті жаппау керек. Мектепті жауып осы бұлдырт бәрін. Ойын айтатқан ойынға балдар, күлкі болсын деп. Бәрі аманшылық болсын, ендер Алла саулық берсін, ауызбіршілік берсін. Өніп өскен балдардың Алла тағала талаптарын оң қылсын. Әрдайым аманшылықпен ойнап күліп қауыша беріңдер бәріңде. Алла күлкіден айырмасын, ауызбіршіліктен айырмасын Алла. Мынау кейінше өскен балдар көргенде өстіп жем солардың сендер жемісі жеңдер сол балдарыңыздың. Алла тағала сендерге бақыт берсін, үлкен өмір берсін, өнеге берсін, көргенде өсе берсін балдарға. Құдай ауызбіршіліктер мол болсын. Бір туғандай болып өстік, бір бауыр болдық. Ағай туған болдық. Қуанышымызға ортақтасып, қайғымызға недіп, бәрі едіп, бір туғандай болып жүрдік. Менің атым Бурабай. Өтік сөз айтпайым, шынымды айтып Бурабай. Ата жеден бастайын, өтік сөз қоспайын. Шындалы оқырап, Жәлтілеу тоқтығыра отырады. Шалғынбай есепшеді, Вәлия өсекшеді. Мектептің директоры соқыр еді, Мәлкәздер сол кездегі шофыр еді. Серікбайда келгенде қотыр еді, жаншағында қоймақ отыр еді. Соба не болсын деп айтып. Құдай осындай ауызшылықта, ауызбіршілікте кездескен жерде өзім ойымды, пікірімді айтып қалайын деп айтып айтамыз. Бұндай кездесе бермейміз. Әркімге барып айта алмай қойды. Сонда бәрі естіді. Ау. Жалғасында көп болды. Кімді өлеу енді? Баспасында бәрінде өлеу var. Тоқтығараны еске алып, соның өлеуін айтып берейін. Тоқтығара бір аяқ, жүктің бәрі екі аяқ, сонда да билік айтып жүр, ештеңеде қалмай ақ. Қақпан сүйреткен қасқырдай ақыретті көрді, бір аяға басылмай. Ақыры бастығымыз ақсақ болды, біз бәрі бір шүршіт болды. Әйтеуір қойымызды бақсақ болды. Бастығымыз ақсақ, шаруада барсақ, қараспайды қабылды, отырады қақсақ. Ұқсай ма? Енді әкеметі көп бірақ өлеңдер болды. Есте әкем. Ауызды жүріп болды. Onu айтпа депті. Ота айтпа деді. Айтпай қойды. Айтайын ба? Айтайын ба? Жүкте қалған мұрын, шоғыр болған бұрын. Бүгінде қойып алды мұрны пұрын-пұрын. Әйелі қалада, өзі айдалада. Ортада жүрген кезінде басықта болған бір кезде. Аңсап жүрген бұрын болды ғой енді бұрынның. Бола ма? Болады. Әлемде құрметті атаншіліктер, мынадай қылып ауызбіршілік жасап, мынадай қылып бұл атаншіліктің атағын шығарып атқан барлықтарыңа рахмет. Алла осы істеп атқан ниеттеріңе барлығына қабылдық берсін. Біз енді 73 жылы атаншы елді мекеніне Қарағым совхозына берілді. Сол Қарағым совхозына берілгеннен бастап біздің Қарағым Рабковының қарамағына өтті. Содан бастап мен атаншы елді мекеніне апталапқа айдап, соларға сауда қызметін жасадым. Одан кейін Арал совхоз 76 жылы екіге бөлінді. Содан кейін барып ол Жіңішкеғымға өтті. Бәрібір оның сауда қызметі біздің Қарағым совхозында қалды. Міне мен атаншыда өзіміздің үйіміздей, өзіміздің ауылымыздай болып кетті. Өткені атаншыдың бірде-бір үйіне мен кірмеген, мен шай ішмеген, оттың басы жоқ еді. Сол уақытта көптеген ағаларымыз болды. Жақсы мына совхоздың үлкен малшы мамандары жердің шалғайлығына қарамай, жердің жақсылығына сәйкес сояққа көшті. Жаңабай ағамыз көшті, барлық. Мына жаңағы дәптерде барлығының аты аталып жатыр. Оны өзі еске алып жатыр. Бұның ішінде кейбіреуін танып, кейбіреуін танымай жатқандарымыз да бар. 11 бет, қанша кішкентай ауылдан 11 бет дүниеден өткен адамдардың аты жазылып жатыр. Барлығына
тиелмесін, жатқан жерлері жайлы, топырақтары торға, имандары жолдасы болсын. Алла осындай ауызбіршіліктермен айырмасын ағайындар. Атаншиді қазір ел қалмағанмен Құдайға шүкір Атаншидың сөзін сөйлейтін, Атаншидың жоғын жоқтайтын, Атанши деп мен туып өскен жерім дейтін сіздердей ұлдар, қыздар бар уақытта Атанши еш уақытта бұл жоғалмайды. Сонда сендердің туып өскен жерлерің болып қалады. Алла аманшылықтарыңды берсін, саушылықтарыңды берсін, барлықтарың оттардың басында аман болайық, аманшылыққа қауышайық. Ал мынау осы отқан барлығында Атаншиден өсіп өрген халықсыңдар. Осы мерекелерді ұйымдастырып атқан мына Шықманға, Әділханға мыңда бір рахмет. Осы отқан барлықтарыңызды, әкелеріңді, шешелеріңді барлығында танып, бір-бірімізбен ағайын туғандай болып өсіп өн. Біреумен айтау сыйластығым, ауызбіршілігім мол болды. Араға ішкен жерлерімізде болды, бір-бірімізбен айтау. Осы отқан барлықтарыңды әкелерің есебіміз. Біз жаңа кейбіреулерін танымай қалып жатырмыз. Бірақ танымағанмен де пароды жібермейді. Әке шешелерінің несін көзін көргесін, әке шешенің көзін көрген өлмесін деген ғой. Осы отқан барлығың дендерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Мына өткен ағайындар топыраға торқа, иман жолдас болып, пейіштен оны жәннаттан жай болсын. Дендеріңе денсаулық, жетістікке шүкірлік, ағайын ауызбіршілігін, отбасының бүтіндігін берсін. Осы барлығың осы Атаншидіктер болып, осы ауызбіршіліктерін арылмасын, сыйластықтарын арылмасын. Бүкіл елге мынау Атаншидың халқы осындай істеп жатыр деген ненің өзі қандай жақсы, бүкіл халық біліп жатыр, ауызбіршілігі мықты халық екен деп. Сол ауызбіршілігін арылмыз, қай жерде жүрсеңдер де осы Атанши деген халық бір-бірімізді ұмытпайық. Бір-біріміздің тойды мынауымызда бір-бірімізді шақырып, осыдан көп жылдан бері қатыспай кеткен нелер қазір енді бір-бірімізді сол әке шешелерін көргендей болып жатырмыз, өздерін көрмегенмен де. Ал бақытты болыңдар, осы ұйымдастырып жүрген жаңағы Шықманға, Әділханға, тағы бөтен жас балдардың бәріне мыңда бір рахмет. Оттарың басы аман болсын, балдарың, бала-шағаларың қызығың болсын, өсіп өне берсін. Барлығында үйлеріңде кілең ғана той болсын. Балдарың бақытты болсын, бір-бірімізді ұмытпай жүре берейік. Сол Атаншидегі менің қайнағаларым убырап болған, малшы болған, механизатор болған, автолапщик болған. Әйтеуір менің барлығы менің алтынбай қайнағаларым сол сояқта болған. Соның барлығының өмірбаянын білем. Бүгін мен осы асқа шақырылған жоқпын, бірақ өзім солардың көзін көргесін, сөзін көргесін, өнегесін көргесін, соған естелік айтуға келіп тұрмын. Естелік айтып жүрмін. Ал мен енді жаңа сүйеммен ел жақын дейді ғой, жаңа қайнағаларының барлығын айттым ғой. Енді мен мына атын айта берейін. Ана Ахматбай жақын елдібек механизатор Рахманберді енді сүйеммен ел жақын деп айтып жатырмын. Болмаса Алтынбай деген мен үшін, Алтынбай деген халық мен үшін барлығы менің жүрегімде. Сол мына мен елдібек ағаның інісінің әйелімін. Мынау сен Атаншидіктер, мынау менің өзім Шабаншылық деген елді мекенде өмір сүргенмін. Мен бүгін сендер мына Атаншидың елді мекеніне аспирин деп жатыр дегенде менің жүрегім дүрсілдеп өзім Шабаншылық деп адамдар саяқтан жүрдім деп ойладым. Ол елді мекеннің адамдарының тілегі бір, үйлері басқа болған. Біз сондай жерде өмір сүрдік. Сендердің үйлерің тілегің бір, үйлерің басқа, ата-аналарың сондай болған үшін бүгін бастарың Құдайға ауыстырып жатыр. Ал өткенге салауат болсын, сендерге Құдай берекесін берсін, бәрі батырың жақсылығын берсін. Мынау өліні сыйлау деген үлгі өнеге ұрпаққа міне келді. Ертең жұрттың бәріне есі беретін адам, қазақпыз деген адам
айтады ғой, ата-енеге біреуін қиыр кеттім, біреуін жиыр кеттім деп. Ол бір үйде отбасындағы адамдардың да, балаларының да қосылуын деп осы заманда ете салайды. Мына бәрінің басында Аллаға өшті қасқан шығар, барлығының садақаларын Аллах қабыл болсын, сендерге соның сауабын жазсын. Енді мен мына қайнағам туралы естелік айтатын болсам, 80-ші жылдары мен қайнағам Абдуллахқа айтады. Оның көбісі қалада болады. Сонда мына аралдың қысы қай кезде деп қатты жазы ыссы. Абдуллахтың сайылдан тиіп алады. Содан кейін айтып, ол кезде тау орнына алдына қарап айтатын уақыт жоқ. Ертең күн борап тұр. Бәлем деген қойшының үйінде бомбаласы бар еді. Анау екі ақ ұнатып қалды еді. Uygulamay tutardı, bunlar tavsiye kalınca, kuyu soğuktur. Ona Abdullah'ın ismini sonunda hep bayrak verip sonu jeyini tezkizi bıraktı. Bize aytamış, o koşuluk gündürgün dağılır, görüyorsun mu? Bir yolda kalk bıraktım, traksiyon yok, yolda telefon yok, aydında aladık. Yok, olmaydı mı barım yok, basındaya getirip talay kettim. Sol yerine barman jetkizgen, sol azıklarını çocuk kaytıkken, sol yerine boyda enselegen için bu bölüler işleri oldu dedik. Biz sol ağabeylerimizi atan şeyden tırstırşılığın ben bir oturacak. Al, diye olsa, sol önce sonday adamlar kızını istep sonday ağırışık, bireutun uyunun sol ağzı kuyup tavsiye durgan şahar, kiyimleri tavsiye durgan şahar deyip bölümünün zaman ayıttı koy, yerli mekendeki adamlarda dileğini bir uyuyor başladı. Kadaktın sözü var. Sonun neticesin bugün şimdi çağırma tutar, aynalayın, baktı olunlar, buna yaşlar devatır. Ya, Nursan ayıttı mı? Ahmet Bay ayıttı. Kurgulunun neleri, birginin neleri, o yetkilisi neleri, son yetkilisiyle keldim bugün. Ama aşkı olsun, her kutların başında kut gerekir olsun, baklarına Allah Teala sizlerin bunu gibi. Şimdi dört bunu istedimdi. Buna yetkilisiyle adamların beri koygan, nişi günler boylar çabanıp koyu adamlar ayakta durup müdürmen lav, jaksı bastama var böyle. Allah ayında sadakaların kabul olsun, aman olsunlar. Ben azamat bastayım. Eğilde Tuncer'den doğan bir azamatta, bazı azamat olsun oturan azamatlar aman olsunlar, sinyalar aman olsun, bana şakalar aman olsun. O sinirden bana jaksı ülgü önügelerin ırpakka aman karası şakasını tapsın. Sadaka kabul olsun, amaçlık olsun. Amin jеңеше рахмет. Енді келесі сөзді осы балалардың көбісін тәрбиелеген ең бірінші ата-енеге мұғалім болған Бағира апайға береміз. Ал айналайын бүгін мына ата-ененің елі халқы жиналып, жаңа ас берген есепті Құран оқытатынына Құран оқытып, өлгендердің бәрін еске алып жетіп жатсыңдар. Мынандай болып ата-ененің адамы осындай көп деп, осындай болып жиналады деп мен вообще ойлаған жоқпын. Кішкентайынан мен сол ата-ененің еліне 1970 жылғы оқу жылына барғанмын. Ол кезде қазақы ғана мектеп, қазақы үйден салған мектеп, сол мектептің аяғынан келесі жылы новый мектеп салды, одан кейін тағы мектеп салды, одан кейін тағы мектеп салды, ата-енем сөйтіп көркейді, өсті, өнді. Ал енді соның бәрін көзіммен көрген, мен сол ата-енемнің бәрін аяқтап, сол ата-енемді таратып, аралға көшіп келгенмін. Мынандай болып ата-енем адамдар жақтап отырда мынандай болып жиналып келеді, бәрі өсіп өнгеннің бәрі болады деп мен вообще ойлаған жоқ. Мына рахмет бәріне де, бақытты болыңдар, көп жасаңдар. Осындай болып ауыздарың бір болсын. Осындай болып ауыз бір сөкерім болып барлығынан. Бәрін ата-енеден кеткеннен кейін біреу ұяға кеттіңдер, біреу қияға кеттіңдер. Бірақ аман болсаңдар болды, аман болыңдар әрдайым қайда болсаңдар да. Ата-енеден жүргенімізді, тұрғанымызды, мектепте болғанымызды, бағана мен мешіттің алдында келгенде, кім бар дейсің, кім келеді дейсің деген оймен келгенмін. Бәрі алдына шығып, бәрі құшақтап сәлем бергенде төбе көкке жетті. Бақытты болыңдар, дендерің сау болсын. Рахмет, Алла сыйласын сендерді де.
бұрынғы оқытқан кішкентай балдардың өзімізбен бірдей болып қазір үлкейген, мынау деміз баяғы кішкентай бала қазір жігіт болған, жігіт ағасы болған, қыздар уже ана болған. Мінекей бұл заманның өскені, уақыттың өткені деген дейін ғой енді. Ал аман болыңдар, айналайын ата-әжеліктер. Ауылдарың осы бірліктерің айырылмасын, мәңгі бақи жататын. Балдарға баласына осы ауылды жоқсы болсын. Өлгендерге жаңағы Құран оқып жатыр ғой, тие берсін, жатқан жерлері жайлы топырақ торқа болсын. Соның ішінде менің шалымның да аты шығып жатыр. 2 балам өлген, 2 баланың да артықта. Рахмет сендерге, ризамын айналайын. Бұны ұйымдастырған, бұны жаңағы ойға алып жасаған адамның бәрі көп жасасын, бақытты болыңдар. Amin rahmet efendim. Avcı, beni kavur. Сендерге мына қалайық талаптарыңа нұржы olsun. Мен көп сөйлемеймін, ұмытып қаламын жазып. Осы адамдардың барлық ішінде үлгені мен көріп тұрғанда. Осылардың осы қызықты көрсін деп етіп, әлі келе жатырмыз. Біз ата-әжеге көшіп барғанда, мына Бағила деген абай мұғалім екен. Менің Дархан деген ұлым осы кісіге 1-ші класс оқыды. Содан нешінші болды кетті, біреуге айтып сұрасам, 20-ші жыл болды дейді. Сол жерде отырған екенбіз. Мынадай көп адамдар деп ойлаған жоқпын сол ата-әжеге. Осы тұрғанда көріп тұрып, қанша халық бар екенін. Біз барғанда шамалақ үй бар екен. Бізді жаңағы қарағымда Қоңырбай деген заттегенек болды. Айналайын. Сол ата-әжеге барсаңдар, түсетін үйімізде жоқ сояққа барғанда деп, бізді сояққа көшіріп апар. Содан шалым, завхоз болды. Соны қойып, оны да көтерелмей қайтадан қойына шығып қой бақтық. Енді артқы соңында мына кісі бота деген. Осы бастық болып, соның қарауында қойын бағып, содан оны ыдыратып, қарауыма көшіп келдік. Айтайын дегенім, біз бағада ата-әжеде ештеңе де жоқ екен. Шамалақ үй бар, ол жақты болды. Сонымен жаман болған жоқ, жақсы болдық. Жақсы болып отырдық, бәрі мал бақтық, туысқан, туған болып кеттік бәріміз. Соның аяғында қойшы, шалымда енемде сояқта қалып қойды. Соның қарағымда балдар мені көшіріп алып кетті. Сен өліп қалсаң біз келе алмаймыз деді. Сонымен мен қазір қарағым саққызында отырамын. Әңгімем көп айтатын, бірақ ұмытып қалдым. Бәрінде аман болыңдар. Мына істеп жатқан қызметтерің Аллада қайтсын. Балдарға зор, істеп жатқан жас балдарға зор бақыт, денсаулық, анашылық тілеймін. Ел аман болсын. Азаматтар өсе берсін өркендеп. Осы жақсы ниетті көрген жас балдар өркендеп өсе берсін. Соны қызықтап, бәрінде жүре беріңдер. Amin efendim. Адам мәңгі жасамайды, ұрпағымен мың жасайды ғой дегенмен де Алла осы ауыз бөшектерді айырмасын деп дейміз. Енді бүгінгі күн ертеңге тарихи екені белгілі. Сондықтан елге өмірде өткендерге жалпы сағыныш есебінде дайындаған бейне сюжеттер бар екен. Бейне сюжетке назар аударып алсақ. Adal yoluna kaydıra görme, özünden bana
мұрат күтер басқаға болып жайдара өрме кешір Алла кешір Алла есіме ала алмасам тасыған кезде кешір Көздегі күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін кімге келемін сөз аңдамай өкінішті бұл қалай жеткізбейтін арман-ай өтеді өмір шалған-ай амал бар ма өмір осылай сынағына көнесің тағдырыңа ересің ай өтеді зымырай жалған өмір жаным мұңды бұлғалай қалай өтіп өмір жалған-ай әуесіне салған-ай амал бар ма өмір осылай сынағына көнесің тағдырыңа ересің ай өтеді
өзіңмен ғана шапағатты түн басқаға қолын жайдара өткен кешір Алла кешір Алла есіме аламасам тасыған кезде кешір Алла кешір өзіңнен алып жатсам шашылған кезде кешір Алла жалғыз сүйер қорғаным өзің ұнаған сыйлап қолдарым өзің жаным саған шүкірлік етем мұсылман құлым болғаным үшін кешір Алла кешір шүкірлік ете алмасам тасыған кезде кешір Алла кешір өзіңнен алып жатсам шашылған кезде кешір وتب علي يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم كسر Рахмет, аман болыңыздар. Әрине, ол Алланың Құрандағы уәдесі. Өлмесең ата-баба қайда қайтыресе, Алла Құранда әрбір жан иесі екі бастан өлімнің дәмін татады деп. Қуаныш пен қайғы, өмір мен өлім, күн мен түн деген нәрсенің барлығы екі бастан қатар жүреді. Бәлкім айырмашылықта дейміз, дегенмен де пайғамбарымыз айтады, адам көзінің аққан жас үшін сұралмайды, бәлкім айтқан сөз үшін сұралады дейді. Яғни айтқан сөзіміз не дегенде, білесіздер, асқа тауым еден ғой, Құдай сенің орныңа мен неге алмады, ендігі күніміз не болады деген сөздер айтуға шариғатымыз рұқсат бермейді. Себебі білесіздер, ананың құрсағында жатқанда екі бастан бәріміздің ырзық несібеміз, өмірдің ұзынды қысқалығы, ол бәріміздің пешенемізде жазулы. Өмірге келгеннен кейін Алладың қалауынсыз бір минут ілгері, бір минут ешкім өмір сүре алмайды. Екі бастан 40 жыл қырған кезде де ажал келген өледі дейді. Жүгірген алмайды, бұйырған алады деген секілді бабаларымыздан қалған бір ауыз сөзден қалғаны белгілі. Сондықтан Алла өмірде өткендерді иманнан саламат қылып, қалғандарыңыздың Алла өмірлеріңізді Алла ұзақта берекелі қылсын деп тілейміз. Жалпы біздің бұрынғы айтқан бабаларымыздың әрбір айтқан сөздері білесіздер, тасқа таңба басқандай ғой. Бәлкім астарын түсінбегеннен кейбір сөздің мағынасын түсінбей жатырмыз. Оны айтып жатқан себебім, өткенде отырсақ бір жерде бір жігіт айтады, охотаға шығам дейді. Бір күн шықтым, дым жоқ дейді. Екінші күні бардым, жоқ. Үшінші күні әйтеуір бір құс атып алдым дейді. Бұлайынша болмаған жаңалық дейді. Барғанда атып алып қайтатын мен. Сөйтіп, осы бұйырғаны деп айттым дейді. Сөйтіп үйге келдім да құсты сәкінің үстіне қойып, мылтығымды үйге жаңағы сейіпке салып шықсам, құс жоқ дейді шарбақта. Мен айттым, бұйырған кетпейді деген қайда? Алып келіп тұрмын ғой мен, жоқ. Сөйтіп матыс келген, міне болып ерімей аралды араладым дейді ғой. Ақсақалдар. Бұйырған кетпейді деген қайда? Құс жоқ. Дебелім, білмеймін, үлкен кісілердің көбісі айтады, білмеймін деп айтып жатыр. Сол бір кісіге бардым, сөйтсе де, пәленше деп айтты. Ол сөздің астарын сен түсінбегенсің ғой деп айтты. Ол сенің ұстағаның бұйырған емес деп айтты. Керек болса шайнағаны, лағымаң, жұтқаның бұйырған деп айтты. Құдай бұйыртпаса шайнап тұрған нәрсені сен жұта алмай қаласың.
ұстаған нәрсенің барлығы сенің ол бұйырған емес деп айтып жатыр дейді. Көрдіңіз бе? Біз ұстаған нәрсені бұйырған дейміз, о тауып алдым маған бұйырған. Жоқ, ол тастаған Құдай бұйырып. Әбден асқазана қашан түседі, сол саған бұйырған деп айтады. Сосын матысқа мініп алып тайды, сөздің астарын түсінбеген екенмін ғой. Сондықтан да әрбір сөзі тасқа таңба басқандай ғой. Оны айтып жатқан себебіміз өлі риза болмай, тірі байымайды деп жатады ғой. Сондықтан да оның жаңағыдай біз қалай түсінеміз? Көбісі жаңа әкесі қайтыс болса, жаңағыдай жылқы сойсақ, түйе сойсақ, сиыр сойсақ, солмен ғана шектеліп қалып жатамыз ғой. Жоқ, ол тірілердікі дейді. Қазақ айтты ғой, өлі тірінің азығы дейді. Дүнияда жейміз, ішеміз, тісімізді шұқаймыз, кетеміз. Жылқы сойыпты, түйе сойыпты, басқа нәрсе сойыпты. Ал міндетің не дейді? Борышың екі бастан атанаң тірі жүрсе, солар келіп тамақ бастамайынша тектен ұрпағымыз ғой тамақ бастамайды. Сол секілді ең болмасы азанда бала шағаны жинау шарт емес. 3 ұлы бір алхамды бағыштап, одан кейін барып бісмілләхи жейтін болсақ дейді. Жатқан бір төсегің болады дейді. Бала шағаңды да жинау саған шарт емес дейді. Өз төсегіңде өзің отырып, сол 3 ұлы бір алхамды бағыштап жататын болсаң, ұрпақтың борышы осы дейді. Себебі айтамыз ғой, дүниядан өткен адамға Құраннан саулап барады дейміз ғой. Сол нәрсені қалай дейді? Біз өкінішке орай 4-ші, 5-ші күні түсімізге келсе, ет тамақ жесек, туған күні, қайтқан күні осындай санаулы күндерде оқытамыз дейді. Ол жақсы дейді. Одан да жақсы болады. Күнде өз отбасымызда өзіміз бабаларымызға Құран оқытатын болсақ, себебі қай жерде Алланың кәлемі оқылса, азан айтылса, ол үйде екі бастан береке болады дейді. Сондықтан Алла баршаңызға, отбасыңызға береке мен бірлік, ынтымақ пен ауызбіршіліктің болуын Алла өз нәсіп етсін. Ал ботаға тағы да бір ауыз көңіл хош қабыл болсын айтатын ақсақалдарды, ағаларды білесіз ғой, апайлар бар өші. Сөйлем дегендерге микрофонның құзыры сіздерде. Қол көтеріңіздер, апарып береміз. Дегенмен де қазір аға енді осы жерде өз жағыма бұрып кетейін. Опырақтардың өздерің білесіздер, көбісі кетіп қалды. Соның ішінде апай келіп отыр екен. Опырақтардың атынан соқса Жібек апай сөйлейсін дейміз. Сол кездегі өмірді айтып берсін, сол кездегі тіршілікті айтсын. Мына атаншылықтер көптетіп, жолжолы беріп, той істейміз деп атқанда, бәрімізге қолып отырмыз. Талаптарың оң болсын, істеп атқан істерің берекелі болсын, өліге тие берсін, түрінің берекетін берсін. Мен енді атаншыға барғанымызды білемін, сояқта әйтеуір қатар құрба, жұмыс мектепте қонақта жүргенімді білемін. Енді бұның барлығын келіп айтып жатыр. Маза жұрттың несін алмайық, уақытын, ниетіміз түзу, шәкеміздің кішкентай ауырып келе алмай қалғаны. Енді аманшылығымыз осы көріп, жолдас жораларымызды, қатар құрбыларымызды көзімізді сығып жатырмыз. Алла денсаулықтарыңызды берсін, барлық осындай бір әйел зал толатындай атаншылық келе қояды деп ойламай жатыр. Балдарымыз бар, немерелеріміз бар, Құдайға шүкір, толып отырмыз. Көз тілден сақ болсын, аманшылық болсын. Басқа не айтайын енді? Айтатын әңгіме көп қой. Оразшаны көрдім, Бағира апамды көрдім, қуанып жатырмын. Енді не істеймін? Оразшаны көрсем екен деп армандап едім. Кеше Астанаға барғанда іздесем, бұл осы жаққа шығып кетті. Аманшылық болсын Құдай, осыдан басқа не айтайын енді? Айтатын сөз көп. Жақсы айтатын сөзді ертең тойда айтамыз. Жәке, ертең тойда айтамыз жақсы сөздің бәрін. Қазір мына Құран бағыштап отқасын тек қана ақ тілеп, сол неге арналады. Енді екінші дастархан. Анау Астанадан келіп отқан Қалпақ Қуаң деген. Құрметті жамағат, бүгінгі мынау мешітке келіп бірінші рет бас қосылып жатыр. Үлкендерімізге сәлем беріп деймін, үлкен апайларды көріп жатырмын, ағайларды көріп жатырмын. Бәріңізде Алла аманшылық берсін, өткенге салауат, қуаныштарың болса құтты болсын. Мен өзім атаншыға бардым. Осы Тоқтығара ұпырап тұрды да, орнынан малдары келіп отқан.
Содан 4 жыл тұрдым, әйелім медсестра болды. Бірақ өмірден қайтып кетті. Өзім сол жақта 4 жыл болып жаман болған жоқ. Осы халықтың арқасы қолдады, мені өсірді, басыма аман болды. Одан кейін ауданға келдім. Ауданнан облыстық басқармада әкімшілікте болдым, әйтеуір осы. Сонымен пенсияға шығып, қазір Астанада тұрамын. Мынау бәрімізде мынау өзім көрген, бірге қызметтес болған, мен енді көп шопандармен байланыс жасадым ғой, бәрін танимын, бәрінде көз алдымда тұр, балдары келіп жатыр, танып жатыр, бәрінде талаптарың оң болсын, әр уақытта осында міне бас қосуды жазсын, ұйымдастырып жатқан, ұйымдастыру жігіттерге рахмет. Бұнда келеміз деп, сіздерді көреміз деп ойлағанымыз жоқ, бірақ міне бүгін көріп отырмыз. Алдымызда әлі тағы кездесу болады. Бәріңе де соны қатысу деп тілеймін. Алла аманшылық берсін, талаптарың оң болсын. Бәріңе де кездескеніме қуаныштымын. Ақсақалдарымыз аман болсын, қарттарымыз аман болып, тілектері қабыл болсын. Бәріңе рахмет. Жамбылдан келген Майданбай. Бекта екеуін қатар сөйлеңдер. Bismillahirrahmanirrahim. Mına ülkelerimizde assalamu aleykum. İşlerine aleykümselam. Ülken abalarga selam verdik. Allah kuvvet versin. Осы мына атан шеті шайлап, сонау құландықтан бала күнімізді айдап, малайдап әкеммен келіп едім. Сол кезде, сонау 69-68 жыл. Сонан құланды жайладық, онан атан шеті болдық. Атан шетіде интернетте де оқыдық біз. Қосаманнан келіп, сексеуілден. Сол әкең өлсе де, әкеңнің көзін көрген өлмесін деп, қиекең. Алла қуат берсін. Көзін көрген. Сосын ана жақан қайнаған кемпірі Бағир апай бізді оқытты. Өшілі көздірі. Сосын жақсылық бажам, мені марқұм бала бажа дейтін еді. Қойбақтан Ағзи апа, көненің көзі, көз көрген. Мен анау бірін айтып, біріне кетіп адырмын. Бимырзаның Бектайымын. Сонау Сапқос құрылған жылы 1976 жылы отар қойып бақтым. О кезде әкем бар, жуағымда оттым. Тоқтығаран ағашым, боздан жездім. Осы жауап біршікті алып отар қойды бағасын деп. Сол 10 класс бітірген кезім ғой. Сол жуағымды жайладық. Жаңабай Бекболаттың әкесі Жолшыраев жақсылық. Мені балабажа дейтін еді, марқұм жақсы адам еді. Сол қарағыммен шекаралас жуағымды жайладық. Онан кейін әйтеуір барлық жерді жайладық атан шетінде. Қара қоймен. Аңын ауладық, жылқысын айладық, түйесін айладық, бұрқыратып. Жастық шақтың бәрі сол атан шетінде өтті. Енді үйренген жер, өскен жер, туған жер. Ыстық қой. Мына балалар айналайын көз көрген барлығы мына осындай ұйымдастырып, басымызды қосып, 40 жыл, 50 жыл дегенде. Ата-баба әр уақытта еске алып, осындай хатын Құран оқытып, басымызды қосып, көз көргеніміз бар, әйтеуір балалар бар, ізімізден өсіп жатқан жігіттер, қыздар айналайын. Осы қызметтерің Алладан қайтсын, дендерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Істеп жатқан кәсіптерінен береке табыңдар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, ағайын туыс барлық аман болсын. Осындай жақсы күндерде, жақсы жылдарда басымыз қауыша берсін. Бір-бірімізді іздеп тұрайық. Ауыл болсан қауым бол деп. Атан шетің өзі іргесі сөгілсе де, мына халқының, балалардың, жігіттердің пиғылдары жақсы екен. Бәрін ұмытпай, осы басымызды қосып айналайын. Осы өмір жастарың ұзақ болсын. Үлкендеріміз аман болсын. Әйтеуір, ізімізді қуып бәрі өсіп қоядымыз ғой. Бір-бірін. Сол аманшылық болсын, осындай тойда жақсылық нелерді қауышайық жақсы бас қосулардан.
Assalamualaikum. Атаншылық ағалар, інілер, үшірде бауырлар, сәлемдер, апалар, қарындастар, құрдастар. Атаншыл десе бәрімізде жүрегіміз дір ете қалады. Жырақта жүрсек те сол туған жерді аңсап, туған жерді қағынып отырамыз. Бүгінгі күнде жиналып жатқан үлкен қауым, сіздерге көп рахмет. Атаншылдың елді мекені 100 жылдығын тойлап жатқан осы менің інілерім, балаларыма көп алғыс. Сол кісілердің айтқаныменен, сол кісілердің жаңа біздің балаларымыздың ұйымдастырумен болмаған кезде сіздерді біз көрерміз 32 жылда, 40 жылда бір. Бәрілеріңіздің отбасыларың аман, дендеріңіз сау болсын. Әр отбасында қуаныш шаттық болсын. Бүгінгі мынау 50 жылдық мерейт тойда кездесіп жатқан осы кісілер ұрпақ жалғастығы болып ары қарай сол өздеріңіздің немерелеріңізге, балдарыңызға, қыздарыңызға айтып, осы Атанши деген кереметті елді мекен болғанын насихаттап отырсаңыздар, онда ештеңе жоқ. Бәріңіз де бақытты болыңыздар. Алла тағала күш-қуат берсін, дендеріңізге саулық берсін. Кәнеге қыздар жақтан сөйлейтіндер бар ма? Кімнің тілек айтқысы келеді? Кәне, қыздар. Sağlamız, Allah'a kalan olmamız var. Bu şarkı alsaydı ama işte yani bu kapılarımız kalı öyle bir zaman devam ama bu bir sağ olsun Allah'tan kısmet bakan Allah'ın kızlar kimse Еңбектен Алладан қайтсын, аман болыңыздар. Бәріміз көріп жатып, бәріміз жүрегіміз толқып. Қайдандай болғандар Атаншиден кеткен. Аман болайық, аманшылықта көйлеп кездесек, рахмет. Өте керемет бір толқыныста, бір күшті бір күйде болып отыр. Мынандай бәрі жұрттың бәрі айтып жатыр. Атанши деп мынандай ұйымдастыратын балдар деген қандай керемет соған риза болып қалады. Еңбектен Алладан қайтсын, аман болыңыздар. Бәрілеріңіз үйлеріңізде той болсын. Енді біреуін көріп, біреуін көрмей қайтқан кісілердің біреуіне де келе алмай жатыр. Алыс жолдасын, қайырлы болсын, артық той болсын, қуаныштарыңыз болса құтты болсын, аман жүріңіздер. Аманшылықта той деп кездесек, аман болыңыздар. Жолдары қабыл болсын, ниеттерің Аллаға берсін. Не айтатынымды өзіме отырып осы тұрғанда. Маған да бір жақсы тілектер айтып жатырсыңдар, тілектерің қабыл болсын, ниеттерің. Бектай келген екенімізге, Бектай бәріміз бір ауыз болмақ бір жерде. Атанши деген қай жерден біз мысалы жан-жақтан қосылдық. Жан-жақтан қосылғанмен бәріміз бір үйдесін адамындай болып еді. Біздің арамыз деген әсіресе қойшылардың арасында бірінен бірі араласуы, күздің өзіндегі қысқа дайындықта осы Бектай, Мәке, Сәуке, барлығы бір отынға да бірге баратын еді, соғымға да бірге шығатын еді. Қыста малын қиыны 15 күн сайын осылар келіп кезек алатын еді. Міне сол кезде бірлік, ауыз біршілік қазір сондай болса, егер Атанши қайтадан құрылатын болып, қайтадан жас болатын болсақ, мен сол Атаншиге қайта кетер едім. Атаншидің мына ниеттері қабыл болсын, мынандай жасап жатқан арттағы ұрпақтарға рахмет. Алла сыйласын. Ассалаумағалейкум, қалай? Мынау жаңағы істеп жатқан талаптарымызға бәрі Алладан разы болсын. Әсіресе мына Шұқманмен, мына кімге Арыстан еңбектері зор. Менен мына шалдар көп айтып қойды ғой, енді маған айтатын дегенім, бауырмал болайық. Алла ауыз біршілігімізді берсін. Мына садақа Құда жолдарын Алла қабыл етсін. Көп сөйлемеймін. Аумин. Ассалаумағалейкум, ауылдас, аға, үйлерім.
мына беріп жатқан садақамызды Алла қабыл қылсын. Алла тағала әрдайым осындай жақсылыққа, жақсы кездерге келсін. Аман болыңыздар. Бәрімізді көргенімізге қуаныштымыз. Аманшылықта келсін. Ассалаумағалейкум. Атаншилік ауылым, амансыздар ма? Алмадай кішкентай ауылдан тәтті Атаншилік иш шығып жатыр. Мынау бәріңізді көргенімізге қуаныштымыз. Қолдарыңыздан жуышып, тәрбиелеріңізді алдық. Асыл тас су түбінде жатқанмен бір толқында шығады дейді ғой. Сондай мынау Алла шүкірлігіміздің ұйымдастырып, алға деген әңгімесіне барлығымыз еріп, осындай Құран оқып, ілтипатты той қылатын артын жасап жатқандарыңызға көп рахмет. Ауылдың үлкен басшылары болды, үлкен әкелеріміз болды. Енді мен естілген кезде жаңағы Бимырза әкеміз болды, сосын жаңағы Әбдіғазат әкеміз болды, нағашы. Сондай үлкен ақсақал кісілерді көрдік. Одан кейінгі әкелеріміз екібастан еңбектің жалынды уақытында жүріп, қаншама мал бағып бізді асыра өсірді, жеткізді. Міне барлық ұрпағы соның ілтипатын көрсетіп, Құран оқып жатыр. Құран қабыл болсын, әруақтар риза болсын. Қазақта айтады ғой, өлі риза болмайды, тірі байымайды дейді. Міне осындай беріп жатқан садақаларыңыз қабыл, берекелі болсын. Шықпайыңызым рахмет. Ботаға мынадай бір ауылға келіп, шағын уақытта ел басқарып, одан кейін ауыл жинап жатсыздар. Енді мен ұранды айтар едім, ауылдың безде қашқан ақсақалдары ауыл өздігінен көрпеймейді. Бір-бір немелеріңіз әкеліп, қайтадан Атаншилік құрайық деп ұрандастар едім отырғаныңызға. Бәрі қабыл болсын. Сол кезде ұлуды сұрамайтын барлық сол ауылдың адамдары бір ана, бір әкеде туғандай болып араласқан. Ағаларым, апаларым, інілерім, достарым, құрдастарым. Мен Тоқтағараның қызы Алтынгүлмін. Баян мен Тоқтағараның осы 8 мартта Қибан ағалар ішіп алып үйге қарай өлең айтып кетеді. Менің қызым сонда біздер тіпті қызалыспайтын ағайындай болып араласқанымызда қай-қайсыларымыз енді. Ауыл өте ыстықсыздар, сіздердің бір көріп, Ақұдайды құшақтаған кезде ата-анамыз көзімізден жас тұрмай, барлықтарыңызды жақсы көреміз. Аман болыңыздар. Мынаны ұйымдастырып отырғанымыздың ауылдың қыз-жігіттеріне көп рахмет. Алла разы болсын. Осындай кездесулер көп болсын. Кеше суреттерді қарап отырып айтамын, Атаншиден келген әдемі адамдар шыққан екен ғой деп. Атанши деген қала бар, Москвамен пара-пара деп, Москваның киімдері әкелетін автолақымен деп. Соның бәрі бәлду бәрі өтірік. Бірақ та барлықтарыңыз ыстықсыздар сіздер. Аман жүріңіздер барлықтарыңыз. Осы чат ашып, ауылдың аманшылығын күтіп тұрамыз қыздарменен. Аманшылықта жақсы күнде тек қана тойға келейік. Сіз біз есімізден айырмасын. Ал Майра апа маған тосып беріп жатыр, жанға рахмет. Аман болыңыздар, Бағира апай, Оралшы апа, Ұлдай апа, сіздер өте ыстықсыздар, Шаштапам отыр міне, Гәл апам отыр, былай өтіп, сорпашы, еттің келесімгі әдетті бірнеше кеп, 45-46 жауап бердік. Ал әкемнің көзін өзі өлсе де әкемнің шешеңнің көзі көрген өлмесін дейді ғой. Аман болыңыздар, барлықтарыңызды сыйлаймыз, жақсы көреміз. Тек қана алға Атанши жасасын. Зәуреш апай, бір ауыз сөз айтпадыңыз ба? Ал құрметті қалайық. Қазақтың өзінің аталы сөзі бар. Сөз анасы сәлем деген. Ең бірінші мына жерде амандасқа қалған үлкен қарттарымыз бар, аналарымыз бар, апаларымыз бар, жеңгелеріміз бар. Соларға үлкен де дұғай сәлем. Ал мына жастар, көрмеген жастарым бар, шәкірттерім бар. Оларға саламатта болыңыздар, айналайындар, жандарым. Бәріміздің Атаншиде жиналып отқан себебіміз мына
шүкір Аллаға мыңда бір рахмет. Осы игі істің мұрындық болған осы баламыз, бала деп айтпаймыз, бұл да енді үлкен кісі ғой, 50 жасқа келіпті, яғни 50 жасқа ел жаңа деген ғой. Мынау ата-әжеге ел қалмаса да, бірақ ата-әжеміздің түлеп жатыр, тіріліп жатыр, жан кіріп жатыр. Бұның бәрін жандандырып жатқан осы сіздер. Өзің адамның туған жері ел болмас, туған жерде жер болмас деген ғой. Туған жерді қадірлеп, құрметтеп, соны осындай үлкен ізгі шарамен халықтарын жинап, үлкен құрметке бөлеп жатқандарыңыз қандай бір марапат, қандай бір үлкен бір бақыт. Міне осы жалғыз ғана бір ғана адам бастағанмен, бірақ оның қасында көмекші адамдар да болады. Мен енді оны көмектесіп жүрген адам өзімнің естуім бойынша Майдан ағайға келістім, Абдулла Ерғали ағайға келістім, сосын Закида қызымыз бар деді, осы Майра қызымыз бар деді, Лиза өзім естуімше. Яғни құлақ қайта айтпайды ғой. Сөздерге көп-көп рахмет. Бұл туған жер деген бар уақытта да ана үстімен бірге келген дейді. Туған жерді тұтқан адам еш уақытта ол қазақ емес, адам емес, адамзат емес. Не сондықтан туған жерді бұндай сөйтіп жатқан сіздерге мыңда бір алғыс. Сара жолдарыңыз үлкен жолға баса берсін. Ата-әжеліктердің шында да қайтадан шақырып, мына 50 жылда қайтадан жаңарсын. Балдаған бүкішілік бұл ата-әжеге бақсаңыздар, балдарыңыз көбейсе, мектепте ашып қалуы мүмкін. Сондықтан да тілектеріңіз, армандарыңыз орындалсын. Еш уақытта туған жер жүректерінде болсын, бәрі жүректерінде. Сіздерге көп-көп рахмет. Бәріңізде бала-шағаларыңызға рахатын көріңдер, бақытты болыңыздар, өркендеңіздер, өсіңіздер. Жемістері көре беріңіздер, балдарыңыздың шәкірттеріңіздерінде де айналайындар. Айтарым осы, өзімнің операцияда жүргенім көзімнен бәрін өзгешем болыпты. Өзімді шамалы ұялтыраттым, негізі келмеуім керек, сағынышпен. Әлі ертең тойда айтылар, мен 4 жыл істедім де, сондықтан сағынып келген адамдарды көрейін, бірге жүрген қызметтес болған деп. Сағынып келдім. Көп-көп рахмет. Тыңдағандарыңызға да көп-көп рахмет. Сол елді жаңартқандарыңызға көп-көп рахмет. Бәрі халықпен біргеміз. Бақытты болыңыздар. Әлеуметтер, ата-әжеге, ағаларым, апаларым, құрдастарым, ағаларым, жеңгелерім, мынау бүгін жиналып жатырмыз. Алланың қалауымен, мен танымайтындарыңыз болса, мен сол ата-әжеде тұрған доктор Марат деп біз айтады, бір көзі Мараттың баласы, ең кіші баласы, кенжесі, Алла шүкір есім. Мынау бәріміздің беріп жатқан садақамызды Алла тағала қабыл етсін. Бүгінгідей бір ауыз сөзімізді тастамай, қанша жерден Алматы, Ақтөбе, Астана, Қызылорда, Тараз, Байқоңыр барлық жерден келіп жатқан ағайындарға мыңда бір рахмет. Осындай ауызбіршілігіміз мықты болсын, жастарымыз аман болсын, алдағы қарттарымыз аман болсын, 100 жасасын. Қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Осы қарттарымыздың ізінен ерген осы жас ұрпақ аман болсын. Алла бәріңізге бақ дәулет, ес-бер береке бірлік берсін. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық берсін. Мына істеп жатқан садақамызды Алла тағала қабыл етіп, осындай жақсы күндерде жолығуға Алла тағала нәсіп етсін. Бұйырса, Алла қаласа ертең кешке сағат 7-де қалмай, 7-де бастап кетсек деп жатырмыз. Сағат 6 деп шақырдық. Нұра ресторанында бала-шағалармен, келінді үйдегі балаларыңызбен келесіздер. Барлықтарыңыздың орындарыңыз дайын. Алла бұйырса, сол жақта тойлауға Алла тағала нәсіп етсін. Рахмет барлықтарыңызға, уақыт бөліп келгендеріңізге. Болыңыздар. Арбаның алдыңғы дөңгелегі қалайша, артқы дөңгелегі солай жүреді дейді ғой. Міне оның барлығы осы үлкендер айтып, жастар іске асырғанмен біз ойлаймыз, соның барлығы осы сіздердің берген тәрбиелеріңіздің арқасы деп ойлаймыз. Алла осы баршаңыздың ауызбіршіліктеріңізді, беріп жатқан тәрбиелеріңізді жеті ұрпақтарыңызға дейін
нәсіп болуды Алла нәсіп етсін. Енді үлкен ас алдырып болдық деп жатыр үлкендеріміз. Енді осы білесіздер, баталы ұл арымас, батасы ұл жарымас дейді, жаңбыр мен жер батамен ел көгереді белгілі. Сондықтан енді осы жерде қызмет қылып жатқан келіндер болса атын атамаймыз, түсін түстемейміз, бас сабақтан бастап сәлем етіп ала берсеңіздер рұқсат деп жатыр. Ал соғылда деп жатыр, жақтарын үстімен жамандық көрмеді, майбалдан рахатын көріңдер деп жатыр. Мына кім мейрамхананың қыздары алған табақ тас көмектесіп жіберсеңіздер. Бата салайық. Батадан қалып қойдық деп реніш болмасын, сырттағылар кірсін. Ya olayımız arafat, şarlıkalını kabul et, sadakalarını da kabul et, tak versin, belden saklasın, ağabey versin, aman saklasın, gençlerine sağlık versin, otbaslarına ağabey versin, tatlılık versin. Bu günlerin müse versin, gençlerin tasa versin, nesbetlerin көп болсын, koyun kaygıların жоқ болсын, Allah Teala sizlerge bergenden bereketini versin. Осы істеп жатқан sadakalarımızı Allah Teala kabul etip, muratlarını da asıl etip, сыймаларын тату етіп, отбасыларында әрдайым аманшылық болып, осындай татулықтардың айырылмасына да қабыл болсын. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليك ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أن تولوا حق الحسب الله أن لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. жаратушым, осы қолып жатқан қаламыз сауабын пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға, пайғамбарларға, сахабаларға, әулие, әнбиелерге, шахидтерге, ла иляха илlallah Мұхаммад расулуллах деп өткен мұсылмандарға, және де дәметіп жатқан ата-бабалардың рухына, қағаз жүзінде аталған, аталмай қалыс қалған осы дәметіп жатқан ата-бабалардың рухтарына. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbal minna innaka antas samiur rabbana karim. Qasida Qur'onimizdan doğan sağlık jiran qog'oz junli attiratirib qalis qalb adili bo'lsa izbasdan bazı aşıqbaylıqna Jana Ahmet kızı Ayşe Madruğuna. Allah imanır Allah aldar jaratqan Allah qalğanlarınızga jar bol. Ömürlerinizi Allah uzaqda berekeli qıl. Iki dünyanın Allah əmrini, iki dünyanın izgirgen жақсылығын bersin. Allah Akbar. Allah qabul. Нұра ресторанында сағат 7-де той басталып кетеді. Тойдың жақсы болуы өзімізге байланысты. Ертерек макияжды жасап, шашты қайырып, костюм шалбарды киіп, сағат 7-де келіңіздер, тойды ерте бастаймыз. 5-те басталады.
elektrikga çok güzel oldu.